Қадірмен көрермен, сіздермен бірге шұқылай арнасы. Бүгін біздер ремонтқа келіп түскен телефон, ол Oppo A15s дейді. CPH 2179. Келген мәселесі міне көріп тұрғандарыңызда бетіндегі паролін ұмытып қалған. Білмейді. Оны экстренный вызовқа кіріп та білуге болады. 899 жылғышар решетка 899 решетка. Software версион моделі мінеке. CPH 2179 Android One. Енді бұны Emerto донгл арқылы 395 версиясы қазір бізде. Осы донгылмен қалай ашуға болатындығын көрсететін боламыз. Сонымен телефонды өшіреміз. Енді бұны үй жағдайында ашуларыңыз кішкене қиын болуы мүмкін. Мінекей телефонды біз өшіріп қойдық. Енді бұл жерде бұлан USB-ні тығып қойдық біз сығып. Және мына жерде USB-ді дайындап отырмыз. Одан кейін компьютердің өзінен оралсақ, компьютерде Emerto донглды қосасыздар. Одан кейін Emerto'ге флешкасын саласыз. Енді бұл мәселеге арналған телефон, яғни программисттер телефон жөндеумен айналысатын адам бар болса, сонда осы донглды сатып алсаңыздар болады. 25 мың теңгенің көлемінде тұратын шығар. Сонымен Oppo'ға басамыз. Oppo'ның ішінде жерде модель деген тұр. Модельде ол жерден біз A15 дегенді таңдаймыз. Одан кейін формат unlock. Осыны таңдап қойдық та. Старт дегенді басамыз. Енді біз телефонның өзінде минус пен плюсті басып тұрамыз да. Одан кейін USB-ді сұғамыз. Бастық. Сұқтық. Және телефонда компьютерде не болады қараңыздар. Мынандай команда кеткен соң плюсті басуды жалғастырасыздар да, минусты жібересіздер. Одан кейін компьютердің бетінде мынандай мінекей Installation bot 2 дегендері шығады. Астында процесс жүріп жатыр. Және all is done деп шығады. Окей. Яғни плюс пен минусты басып тұрып, сұғасыздар. Одан кейін команда кеткен соң минусты жіберіп, плюсті басып тұрасыздар. Қазір телефонды суырамыз, және қосамыз. Не шығады екен? Oppo деп жанды мінекей. Android'ның белгісі. Қазір телефон қосылып жатыр бізде. Мына жерге штативімізді дайындап алсақ. Енді алдымыз кішкене осылай жағдаймен тұр. Яғни ыбырсып тұр былай айтқанда. Жарайды. Мінекей мына жерде біз телефонның A15-ның несін қарап көрген болатынбыз. Яғни жаңағы UFI букспенен ашуға болатын жолдарын қарап көрдік. Өйткені ішінде заттарды өшірмей ашып бере аласың ба деді. Бірақ ол жерде біз тек қана фото мен видеоны өшпейді дегендіктен, онда өшіріп ақша бер деді клиент. Сондықтан мінекей біз Oppo A15s-ті Emerto донгл арқылы ашып жатырмыз. Emerto донглды сатып алыңыздар, ол сіздерге бір көмегін тигізеді. Егер сіз телефон жөндеумен айналысатын болсаңыз, сатып алсаңыз, сізге көптеген пайдасын тигізеді. Қазіргі уақытта, қазіргі таңда обновление болып жатыр мұнда. Жаңарулар көбейіп жатыр, ішінде модельдер қосылып жатыр, Oppo'лардың бірнеше түрлері қосылып жатыр ішінде. Сондықтан қолданыңыздар, сатып алыңыздар. Оны сатып қойсақ. Қазір телефон қосылған
толықтай күтсек. Мінекей телефон бізде қосылды. Енді біз не істейміз? Біз продолжить дегенмен де, егер біз былайынан өтетіндей болсақ қазір, следующий дей салайық. Продолжить, пропустить. Для защиты подключитесь. Google аккаунт сұрайды ол. Google аккаунт сұрайды, сондықтан экстренный вызовқа басасыздар да. Google аккаунтында ашамыз. Жұлдызша решетка 813 решетка. Және телефон толықтай ашылды бізде. Settings ағылшын тілінде тұр бізде. Енді кішкене настройкаларды ұстай жібереміз. Мына жерде about phone, basic kernel, және бұл жерде build номер. Жеті рет басамыз. Deployment mode дейді. Разработчик режимі қосылды. Одан кейін неге Oppo A15s дейді. Oppo A15s. Енді additional settings төменге түсеміз. Developer options. Және бұл жерден I am unlocking. Enable. Артына айтамыз. Заводская разблокировка дегенді қосып қойдық. Енді жерге language регионға кіреміз. Регион Қазақстан, language тіл, енді орыс тіліне ауысып қосылайық. Русский, don't change to Russian. Russian. Телефон қатып қалды. Және Oppo A15 бізде толықтай ашылды мінекей. Егер видео ұнаған болса, пайдасы тиген болса, міндетті түрде каналға тіркеліңіздер. Сұрақтарыңызды комментария қалдырыңыздар. Сау болыңыздар.